Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді етті пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрамын дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызды және сары майымызды салып, жақсылап осылай ұнтақтай аламыз. Дайын болды. Кішкене тұзымызды, қопсықышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқаларымызды қосып, қамыр жасап аламыз. Міне қамырымыз осылай болып шықты. Кішкене тұндырып қоямыз. Бұл қамырымыз кішкене тұрғанша біз салмамызды дайындаймыз. Салмамызға өткізілген ет, пияз, картошка. Міне картопты осылай күштің көмегімен өткіземіз және пиязымызды пышақпен жұқа етіп турап аламыз. Енді оны кішкене тұз салып, жақсылап мыжып аламыз. Міне езіп алдық. Енді картошкамызды және өткізілген етімізді қосып, кішкене бұрыш, кішкене тұз салып, дәміне қарай жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырдық, дайын болдық. Енді дайын тұрған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен бөлік, біреуін орта теңдіктегі бөлікке бөліп жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болмауы керек, орташа болуы керек. Міне осындай болып шығады. Және оны табағымызға салып, үстімізден етімізді салып, салмасын салып, жақсылап салып аламыз. Енді үстіңгі қамырын осылай етіп жайып аламыз. Бетіне жайып, жақсылап жан-жақтарын түйіп аламыз. Жан-жағына етіміз шығып кетпеуі керек. Енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып алдым. Сіздер сарысын да немесе ағын да жақсаңыздар болады. Мен сарысын жақтым. Міне шанышқының көмегімен осындай формаға енгіздім. Кішкене тесіп шығам және 180 градусқа 50 минуттай пісіріп аламыз. Іші жақсы піскені дұрыс. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет болып шығады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.